көңілге қалай екен. Сіз қандай ырым тыйымдарға жалпы сенесіз ба? Қайсысын дұрыс емес деп ойлайсыз? Негізі сенемін. Себебі көзін жетіп атады да, то, что сол нәрсе рас болып шығатыны. Оның бәрі негізі бізге ешкім түсіндірмейді негізінде. Неге олай деп сұрасам, неге олай жасамау керек? Түсіндірмейді ғой. Потому что айтып кетті. Білмеймін. Осы әділет екеуіңіз айтып алып содан кейін соңында. Оның арнайы түсіндірмеуі бар. Андай не кеттім, или болса немен қуып кеттім иә дейтін болыпсыздар, иә? Жоқ, қуып кеткен емес. Просто сіз сұрақ қойып қойған, мен басқа нәрсе ойлап тұрған едім. Анашы есіңе сұрақ қойдым. Сен жауап беріп келаттың да, қайта ана ойға кетіп қалдым. Сөйтіп ырым тыйымдарға сенесіз, соңында бәрі дұрыс болып шығады. Иә, сенемін. Бекерден бекер шықпаған дейсіз. Түсіндіре алмайды ғой. Иә. Бірақ сенемін. Масқара, бәріміз түсінбей қалдық. Сезім айтайын деп жатыр ма деп. Кешегі берген ақ розаларды алдындағы берген. Қайтып берейін деп жатыр ма деп ойлап қалдық. Не сөйлей аласың. Өзіңіз не айтасыз? Не сөйлей аласың, давайте. Жоқ, мен сезім білдірген жоқпын. Ойлап қалдыңыздар. Білмеймін, мен сондай болып қалды. Мен ғана сөйтіп ойлап қалдым, құрметті оқырман жазыңыздар. Сезім білдірген жоқсыз. Әлде Балнұрдың таныстық тоқтағанын күтесіз ба? Ондай да ойым жоқ, білмеймін негізі. Мен оны айтқаным, ол әңгіменің басы басталды да, кім туралы айтып жатқан, просто хотела разъяснить. Это было до үміткер моего деп айтып кетті, бұрын болған нәрсе деп. Соны ғана айттым. Қазір я прям, не знаю, жақсы көрем, ұнатамын деп Екі қасқы балта артынан кетті. Қаттай әзірлейтін опсыз ғой. Қайсыздар қалар залайды, қалақтар залайды. Не айтырмын ұялдым ғой. Сіз ырым дейм дегенге сенесіз бе? Ырымға сенем. Қырық үйден тию деген сияқты нәрселер бар. Ол не қызға қатыстыларды айтасыз сразу? Бірінші өзіңіз. Ейх деп айтып атықтар жұртты. Қыздан қырық үйін дейді. Иә, сенем әрине қазақ болғаннан кейін салт дәстүрге сенесің. Міндетті түрде. Қолданасыз ба ескіргендері мысалы? Мысалға былай қараңыздар. Мынадай нәрсе болды. Мен өткенде мысалға түнде жатар алдым, тамақ іштім да, шығар кезде андай пистолет шықпай қалдым. Сондай нәрселер көрдіңіз ол. Всем привет, достар. Бүгін менде қызыл помада. Соңғы жаңалықтардан. Негізі бұрында ернім кішкентай кезімде қызыл помаданы қатты жақсы көретінмін. Қазір жатсам ернім андай будан бетердей болып кетеді да, сондықтан көп қолданбаймын, бірақ бүгін осылай бір күшті образбен қызыл помада жағып алған жайым бар. Эфирға кетіп бара жатқанымыз кейін. Эфирға кіріп бара жатырмын. Всем удачного дня. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күн өте қатты ысып кетті. Масқара болып тұр. Шомылғым келіп өліп бара жатырмын. Мен өзім суды қатты жақсы көремін. Кто что посоветует? Қай зонаға барып шомылып қайтса болады. Ұзаққа емес енді бір күнге, өйткені мама жалғыз. Тем более бізде қазір плановый операция. Бұйыртса мамаға ота жасалады. Анализдердің бәрі өткізіліп тұр. Енді сәтті өтеді деген сенімдемін 100%. Алла қаласа. Соған бір шомылып қайтса ма деп ойлап тұрмын негізінде. Алакөлге кетіп қалсам екен бір кісіні алып, қалай ойлайсыздар? Совет. Дегеніз қалай? Кеше от души рахметке риза болдыңыз ба? Риза болдым. Оның рахметінің өзі маған үлкен сыйлық қойды. Бірақ сіз қыз ұзатуда жігіт жолдас болатын болды. Ой, ұзатуда жалпы, иә? Жігіт жолдас болатын болдыңыз. Уф деп. Иә? Сосын ырым тыйым дегенге сенесіз бе? Сіз қай нәрсені мынаны мүлде қолданбаған дұрыс сияқты деп айтар едіңіз? Ырым болсын, тыйым болсын айтамын. Мен негізі көп сенемін, ондайға сене бермеймін. Андай табалдыққа тұрма, бір-бірлей деген. Ойың өспей қалады деген сол.
содан деп ойламайсыз ба кішкентай кезде? оның білесіз бе, оның бәрі негізі нелері бар. Обосновкалар бар. Не үшін олай айтылған туралы ше. Оқығанда кеше 3 күн бұрын ғана оқыдым соны. Не үшін олай айтылғанын ше. күн тамаша әдемі. Бүгін прям әдемі болып отырсыз, иә? Ақ бантигіңіз басыңызда, ақ туфлиіңіз аяғыңызда. Жаңа өмір бастаймын жатырмын ба? Ой, мәссаған. Өзгеріс деп қойсаңызшы. Жаңа өзгеріс. Жансая, сіз ырым тиым деген дүниеге сенесіз бе? Қалай? Ырым тиым. Иә. Сенбейсіз бе? Бүйтуге болмайды, мынандай болса мынандай болады деген сияқты нәрсе. Соның қайсысы? Естігендеріңіздің қайсысы сіз үшін бір андай дұрыс емес болды? Ақылға қонымсыз деп айтамыз ғой енді. Ырымдардан ба? Иә, ырым тиым деген. Анау ырымға жатса ма? Кішкентай сөйлемей қалған баланың мойнынан шекпен қысады ғой. Жата ма ол? Садалеттің көңіл-күйі қалай екен? Жақсы. Кешегі Айдананың жауабынан кейін жауабы емес енді, жауабы деп айтпай қойын. Енді сіздің досыңызға деген ойы болған естігенде қандай сезімде болдыңыз? Жақсы. Қабылдай алдыңыз ба? Конечно. Қалғанға талас жоқ дейді ғой. Сол үшін кайф. Сіз бір сөзіңізді айтып едіңіз, есіңізде ма? Ернардың мүмкін Айданада ойы бар шығар деп. Иә. Құр болмағанын көрдіңіздер ма? Білгем ғой бір нәрсе. Білсеңіз де бағыңызды сынап көрдіңіз, ә? Ой, қойыңыз. Білдірткен жоқпын ғой мен. Солай ма? Қимастықпен ұнатудың бөлек несі бар ғой, айырмашылығы бар ғой. Ұнату мен симпатия десеңізші, қимастығы несі? Қимастық сезімі деп айттым ғой мен. Ол қалай болған екен, білмеймін достар. Сіздер қалай ойлайсыздар, жазыңыздар. Айдан басқа ештеңеге сенбеймін. Алма. Сенбеймін. Адамға да сенбейсіз. Ырымға да сенбеймін. Ештеңеге сенбеймін. Сержанға ше? Иногда да, иногда нет. Өзіме де сенбеймін. Мысалы, кереге керілме, табалдырыққа тұрма, тізеңді құшақтама деген сынды. Үйде, түнде иіс құрғау. Иә. Сенейін негізі. Бірақ против істеп қоямын кейде. Мысалы, қандай против істеп қоясыз? Мысалы, андай да. Мысалы, үй жұмысында, мысалы, исправничный. Шуған. Ондай қасиеттері бар кішкентай кезімде. Ондай. Иде Сол сіз қатты ештеңе көріп тұрған жоқ. сіз жасайсыз ба сол тірліктерді? Кейде тамақ пісіремін. Түнде үйді сыпырып қоямын да. Мысалы, чересчур андай. Нанның қоқыстары сабап кеткеннен кейін енді. Иә, күндіз уақытыңыз болмайды, түнде сот жатасыз. Сол секілді бар екен. Сосын енді ештеңе етпейді шығар деп ойлаймын. Сол тиымдардың ішінен, бір ақылға қонымсыз деп өзіңіз есептейсіз, ырым тиымдардың ішінен. Сондай қандай бар? Поиски, иә. Білмеймін, қандай тиым бар екен де білмеймін. Мен үшін тиым жоқ өмірде. Білемін. Ырым 2 сантиметр ашық киме деген ырым. ондай жоқ, ол Сержанның тізімінде сияқты тиым. Жарайды, тиым дейді. Андай ғой, бірдеңенің астынан өтсең айтатын еді ғой, бойың өспей қалады деген. Сол өтірік сияқты. И сол глупый сияқты. Мен миллион рет өткем, бойым 1.80.